беріңіздер. Саламатсыз ба? Сіз де Сәлеметсіз. қандай еммен келдіңіз? Қанша пачка іштіңіз? Упаковка новый. Аха, менде диагноз псориаз болды. Мен бірінші күні ішкеннен бастап менде уже бұл өнім менде жұмыс жасай бастады. Результатын көре бастадым. Мен әлі де ішіп жатырмын. Арасында енді менде бір денсаулығыма байланысты травма болды. Соған байланысты мен тоқтатып қойғанмын 1,5-2 ай. Енді қазірден қайтадан бастадым. Мінекей мулверімді ішіп жатырмын, хартсты да ішіп жатырмын, ислимді де ішіп жатырмын. Кеше менде бір қатты болды. Прямо запыран шыққан кезде екі көзім бір 10 минуттың ішінде сары емес, түстім. Енді мүмкін емес, ол шығам дегенше мені екі көзім прям ісіп кетті. Но енді неше түрлі нәрселер шықты деп ойлаймын. Қазір енді усиленный қайтадан бастап, қайтадан ішіп жатырмын. Тоқтатып қойған себебім, потому что жаңағы травма болғаннан кейін күшеуге жаңағы денеме жаңағы ауырлық болмасын деген мақсатпен тоқтатқан едім. Өнім керемет жұмыс жасайды. Балаларыма да беріп отырмын. Енді балаларым сабақта болғандықтан суббота воскресенье күні беремін. Кешегі аптада кішкентай қызыма бергенмін. Мама деп шақырады, барсам боқ емес, прямо жап-жасыл, прямо жапырақ шөптей болған нәрсені шығарып тұр да. Бұл енді өтіш шығар деп ойладым, соны мен суретке түсірмеппін, негізі түсірмеген. Сондай нелер, балаларыма да беріп жатырмын, өзім де ішіп жатырмын. Өнім керемет жұмыс жасайды. Мұнда қазір кіріп отқан болса, осы 2-3 күннен бері қолданып жатқан кісілерді де қазір неге марафонға кіргізіп жатырмын. Адамдардың отзывтарын тыңдасын, естісін, барлығы шынайы екен, барлығы өздерінің жаңағы шын болып жатқан бастарындағы оқиғаларын айтып жатқан, соны өз құлағыңызбен ести деп бүгін Шымкент қаласынан бүгін Динара диагностика жасап, ол кісімен жұмыс жасағанбыз, сол кісіні де шақырғам. Егер бар болатын болса, ол кісі осы сұрақтарын қоя берсе болады. Это көрінбейді. Самый главный өнімді өздеріміз ішіп, өздеріміздің результат көргеннен кейін, өзімізде болып жатқан результатты клиенттерге айтқан кезде, сол кезде жүректен жетеді деп ойлаймын. Солай өз басым солай жұмыс жасап жатырмын. Өзімнің болған қандай ситуация болып жатыр, өнім қалай маған жұмыс жасады, балаларыма қалай жұмыс жасады, соның барлығын ерінбей жарты сағат болса да әрбір клиентке солай жеткізудемін. Сұрақтарыңыз болса, айта беріңіздер. Мен бір сұрақ қояйыншы. Менің бір клиентім бар. Өтінде 2,5 сантиметрлік не бар екен, тас. Соған қандай өнімнен берсем болады бірінші? Бізде 2,5 миллиметрден тасқа өте қауіпті. 2 метр деп ғой, сантиметр. Кішкентай, 2,5. 0,7 миллиметрге дейінгі ғана рұқсат болады, 2,5 енді ол өзінің егер жауапкершілігін өзі клиент алатын болса, енді ол кішкене енді қауіпті деп ойлаймын, потому что қозғалып кетірсе қаупі бар шығар. Алдындағы неде біреулер айтып еді, үгетіліп тасым түсті деп. Өттен тасы түсті деп алдында болды, бізде бір өнім қабылдағандар. Олар өз жауапкершілігін өз мойнына алып, өзім жаңағы ішемін, өзім жауап беремін деп сондай мақсатпен ішіп, бірақ өзінің 2,5 сантиметр тасын түсірген. Иә, бізде болды ондай. Скажите, пожалуйста, когда вы принимали Нолверм от псориаза, у вас был момент обострения? Момент обострения
Женя была только поздоров. И у меня сейчас только остались, знаете, следы только. Вот я могу показать. От псориаза сейчас в данный момент осталось это следы. Женя первые 2 недели такое было, а потом все нормально проходило. Вот сейчас у меня только осталось следы. Видно, да? Айнагүл ханым, сізде псориаз қанша жыл болды? И қанша упаковка Нолверм и Харт Максимус? Менде псориаз 11 жыл болды. Бір шығады, бір кетеді. Жаңа басында айтып кеттім ғой, басқа да компаниялардың өнімдерін қолдандым, но бірақ ішкі ағзамды тазалау туралы мен ешқандай өнім қолданбаппын. Осы өнім алғаныма қазір айтамын. Так, мен 1 январдан бастап іштім деп айтайыншы. Январда толық іштім. Февраль айының ортасында, или қай кезде болды? Сол февраль айының ортасында ғана тоқтаттым, өйткені жаңа перелом болды ғой, травма болғаннан кейін. Одан кейін ораза болды. Ораза айында мен тоже тоқтаттым. Оразадан кейін міне осы қайтадан 2-ші флаконды қайтадан бастап ішіп жатырмын. Нақтырақ айтқан кезде сол санамаппын мен қанша ішкенімді, Сіз бірақ сонда іштім. ішкенде перерывпен іштіңіз, иә? Бір жолы, мысалы, 3 упаковка ма, 2 упаковка ма, олай Менде ішкен жоқ. обострение болып тұрды түн уақытында, псориазымда. Бірден өнім жұмыс жасайтынын білген себебім сол уақытта сразу менде бетіндегі оболочкасынан бастап, кожадан, сыртқы кожадан бастап сразу эффект бере бастады. Сол 1 айдың ішінде менде уже беті кеуіп, бетінде тек қана орны қала бастады. Ал енді тоқтатқан кезде, сол кезде обострение кішкене болды. Енді бұл өзімнің де ауырып жатқаннан кейін, ішіп келе жатып тоқтап қалғаннан кейін, видимо, солай деп ойлаймын. Ал қазіргі данный моментте жаңағы көрсеткенімдей, қазір менде ондай псориазм туралы даже менде не жоқ. Уайымда жоқ. Бар екенін де ұмытып жатырмын, но бірақ енді әлде де өзім аппарат қолымда тұрғаннан кейін диагностикаға түсіп отырмын, қарап отырмын, құрттарымды да көріп отырмын. Толық тазарып кетті деп өзімді әзір айта алмаймын. Әлде де тазарынуым керек, әлде де ішуім керекпін. Ішіп жатырмын, жаңа айттым, усиленный вариант бастадым. Сіз суны көп іштіңіз ба? Нолверм ішкенде. 1 ай тоқтамай іштім, одан кейін жарты ай, ну, где-то 1 ай 10 күн тоқтамай іштім, без перерывсіз іштім. Одан кейін у меня уже ұзақ перерыв болып қалды арасында. Енді перелом, одан кейін ораза дедім. Ал енді қараңыз, тағы да бір керемет айтып кетейін, өзімнің басымнан өткен. Мынау перелом болып 20 күн жатқан кезде мен Хартсты тоқтамай іштім. Ударный доза 2 рет азанда, 2 рет түстен кейін. Менде 1 күнім жатқан адам, без движения жатқан адам, 1 күнім менде запор болған емес. 1 күнім запор болған жоқ. Маған осы ауырған кездегі Хартстың несі, құндылығын, оның қалай жұмыс жасайтындығын мен сол уақытта көрдім. Керемет жұмыс жасағызамен, күнде мысалға запор дейтін болатын болса, керемет жасайтын. Өзімнен өткіздім да, именно осы Хартс. Керемет өнім, керемет мықты өнім екен, енді сіздерге жеткізім келеді. Ал Нолвермді ол кезде ішкен жоқпын, тек осы Хартста ішіп жаттым. Ол ішкен кезде қандай запор, ешқандай проблема болған жоқ ішкі қосында. Айнагүл ханым, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мастопатияға неше болады? Бірінші енді екінші статья дейді. Көкіректе мастопатия. Диагностика оқысы? Иә, менің енді соседім келін еді, сол бүгін айтады да маған. Сондай деп атыр, женше деп. Мен айттым енді, келіп көрін. Диагностика түрдіңіз ба ол кісіні? Жоқ. Мен бүгін естім да. Сіз ол кісіні диагностикаға
енді жағдайына қалай қараңыз. Состояние нормальное, врача. Бірақ сол Шымкентке барып көрінсе, мастопатия депті, бір маз беріпті. Соны жақсам нормальный жүрем дейді да, жақпасам уже кәдімгідей шаншиды дейді да көкірегім. Менен сұрастырып көрейін дедім да. Аха, Сол біріншіден ол кісіге беру керек ау. Иә, диагностикаға түсіріп көріңіз, іші қандай болып жатыр екенін. Қандай неде, состояниесі қалай екенін болып жатқанын көру керек. Егер де өзі мықты болатын болса, нолверм мен картысты бірге қосып беруге болады. Бірге бола ма? Денсаулығын енді көру керек. Диагностикадан көріп білем. Енді состояние нормальный, орташа, шлей толық емес, шлей азғын емес, енді жақсы жүр ғой. Бірақ сөйтіп айтты деп, өзі ындай қылды да. Сөйтіп айтты, жазылмайды бұл, өзіңді өзің күтіп жүресің деп айтты деп. Ай, неге жазылмайды, жазылады, барлық нәрсе жазылады дедім мен. Біздің өнімдер тұрған кезде, бірінші алдан қолдаумен, мына өнімдер тұрған кезде барлық ауруларды жеңіп, барлық ауруларды жазуға болады. Бірақ енді соны айттым. Жағдайын көру керек, қандай да болып тұр, диагностикаға түссін. Оның ішінде қай жері тағы да ақаулар болып тұрған көру керек. Негізі жағдай көтеретін әлсіз болмаса, екеуін бірге қосып ішкен дұрыс. Әлсіз емес, әзір нормальный, орташа. Денсаулығы жақсы, просто соны айтқан екен еді. Зашлаковность, токсиндарын бәрін көру керек қой енді. Иә. Диагностика сол үшін ғой, диагностика сол үшін біздің әрбір клиентке берер алдында оның қандай жағдайда тұрғанын көріп, біздің диагностикамызды керемет, уникальность, сол жері бізге сондай керемет инструмент жұмыс жасауға, ішкі ағзасын клиентпен бірге көріп, онымен қатар диагностиканың кереметтілігі ол бірінші кезде түсіп, екінші кезде тағы да түсіп көрген кезде ағзадағы өнімдердің қалай жұмыс жасағаны. Рахмет, Айнагүл ханым. Ал сұрақтарыңыз болса, айта отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, айта беріңіздер, қыздар, жігіттер. Кеш жарық сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Мен жазбашы чатқа қойып едім сұрақ. Менің бір қайынапайымның ұлы 21-де, бір жоға. Бірақ 21-де болғанмен өте семіз. Семіз болғанда семіз. Соны қалай артуға болады? Бізде қазір компаниясында артатын слим ішу керек па, или нолвермнен бастап ішу керек па бірінші? Тағы да айтам, бірінші ол кісінің диагностикаға түсіріп, одан кейін нолверм мен слимсті ішсе, арықтауға, салмақ тастауға өте керемет өнім. Ол слимс бізде арықтау ғана емес, және асқазанның жұмыс жасауға қорыту мақсатында өте керемет өнім, өте керемет жұмыс жасайды. Арықтаймын деген адамдар жарты сағат бұрын тамақтың алдында ішу керек. Ал енді салмақ қосатын кісілер тамақтан кейін, жарты сағаттан кейін ішуге абзал болады. Слим өнімі өте керемет. Жаңағы бойдағы жиналып қалған майларды ыдыратады. Ерімей қалған май деп айтсақ болады ма, қалай? Жиналған майлар, бізге керек емес жерде жиналған майларды, соларды жақсы ыдыратады. Тамақтың алдында жарты сағат бұрын ішу керек. Азу үшін ба? Азу үшін жарты сағат бұрын алдына ішу керек. Ал толғысы келетін кісілер тамақтан кейін ішеді, жарты сағаттан кейін. Мен қарны бар кәдімгі жас бала болғанда қарны біткенін жояды. Соны өзі дәрі де ішпейді.
спортқа да барғысы келмейді. Өзі вообще настроениесі жоқ. Қалай артамыз деп мамасы жүр. Соны айтайын деп жүрмін. Бірінші диагностикаға бару керек ол үшін. Не айтамын? Өскеменде болу керек. неге ол сондай жас бала өзінің толықтығын соны бірінші анықтау керек, қандай ішіндегі ағзасы қалай жұмыс жасап жатқанын көру керек. Бауырын бірінші очередь бауырын білу керек, бауыры қандай состояниеде тұрғанын, өт жолы қалай жұмыс жасап жатқан. Соған байланысты ол вермен істеймізді ішсе болады. Керемет результат міндетті түрде болады. Сонымен қатар суды ішу керек жаслар. Ана толық деген жөнінде қосылып кетуге бола ма? Айтып бір екі ауыз. Айтыңыз. Менің де жаңағы жиенім тоже өте толық. Бала спортқа барады, жаңағы бассейнге барады, грек-рим күресіне қатысады. Жақсы нәтижелер көрсетіп жүр, бірақ та өте толық тоже вестан проблема. Диета ұстайды барынша, иә. Тамақ сол мүлдем андай қатты бір қомағайланып, ондай тамақ ішпейді. Мен ойлаймын, сол гормональный нарушение емес па, негізі? Ол гормональный бауырдан. Бауырдың қызметі дұрыс жұмыс жасамаған кезде бізге арықтау, бізге салмақ тастау өте қиын болады, потому что неге олай деп айтып отырғаным, осы өнімді ішпей тұрған кезде мен өзіме арықтау үшін осылай жұмыс жасадым, диетаны да сақтадым, спортпен де занималась, тоже бассейнге де жаңағы жігіт сияқты мен де бассейнге де барып, ходьбамен бәрімен жасаған кезде сол бір салмақтан әрі қарай түсе алмайсыз. А потом уже мына диагностикаға түсіп, что бауырым қандай состояниеде тұрғанын көргеннен кейін мен түсіндім, что егер де бауыр жұмыс жасамаса, салмақ тастау, іштегі майдан арылу мүмкін емес. Рахмет, Айнагүл ханым. А то ойлаймын да, мысалы 10 жастағы бала ол салмағы 80 күнде. Үлкен адамның салмағы ғой 80 килограмм. Иә, сол бауыры, егер де бауыры жұмыс жасамайса, егер ол спортпен заниматься ететін болғаннан кейін, спортпен заниматься етеді, өзі тамаққа ондай несі жоқ болған жағдайда, вот, пожалуйста, бауырдың қызметі дұрыс жасамаған кезде адамның іші қампиып кетеді, салмақ тастау өте қиын болады. Мен өз басымнан өтті. Неге менде салмақ тастай алмаймын? Неге мұндай болды деп мен де біраз өзімде сондай қиналған, менде де сондай салмақ бір салмақтан тұрып қалды да, әрі қарай төмен қарай түспейді. Ал сөйтсем мен енді осы диагностикаға келдім, осы өнімді ішіп жатырмын. Өзім ішкі состояниені көрген кезде түсіндім, что бауыр дұрыс жасамаған кезде сол салмақ тастау, іштегі майды кетіру қиындау болады. Сонда ана мен қайынапайым ұлыда сонда печеньнен басу керек қой, сонда тазалау. Иә, диагностикадан түссін, көрсін, біздің енді керемет диагностикамыз бар ғой, барлығын көруге болады. Міндетті түрде. Демен түрінде тағы бір сұрақ қойыңызшы, пока ешкім қойып отырған жоқ қой. Не, мысалы мына әйелдер босанғаннан кейін іштері қалып қояды ғой. Жир. Содан слимингтан сізде нәтижелер болды ма? То есть адамдарыңызда результаттар. Майды ыдыратады, көмектесе ма? Артаған кісілер болды, бір аптада 1 килограмм. Өзімде тоже начала салмақ тастауға, қазір ол өзі арық, бірақ іші қалып қойған. Өзі арық, салмағы 54 килограмм. Бірақ іші бар, ішінде анау қазір көп көрсетеді ғой, сен Инстаграм операцияны жолдармен соларды алып атама, кесіп атама, білмеймін әйтеуір. Сондай майлар ғой. Іште қалып қойған. После роды. 5 баладан кейін. После родовой жир дейсіз ғой, иә? Соларға көмегі болады екен? Енді тұрып қалған бізге керексіз, бізге керек емес жерде жиналған майды ыдыратады ғой. Түсіндім, рахмет. Көріңіз, иә. Өйткені кісілемнің жақсы жұмыс жасайтын мына оразаның кезінде менің клиенттерімнің көбісі ораза ұстайтын болған, олар новый верімді іше алмаймыз.
әлі керек, күш керек деген сияқты, су ішу керек деген. Сол кезде слимді ішкен кезде сол слимнен керемет результаттар болды. Ал онда мысалы егер ол кісі 0 верім қабылдамаса қалай назначить етуге болады? Күніне 3 мезгіл, 1 мезгіл қалай бастаған дұрыс? 3 мезгіл ішеді. Или Үш все-таки мезгіл. 0 верім айту керек? 0 верім ішкісі келмейді да просто. Ол верімді не үшін ішкісі келмейді, сұрамадыңыз ба? У нее не А, кесарево? Нет. Просто пока қалтам көтермейді деген сияқты. Мен айтамын, бірінші тазалаудан бастауыңыз керек деп. Сосын кеше ана болды ғой бір результаттар. Щитовидка дымда ішпейді, тек слиминг ішті деген. Сосын может ойлағаным осылай назначить етіп көрсе қалай болады екен деп. Енді жақсы результат, жақсы өнімнің несін қорытындысы результатын көру үшін енді барлық нәрсе тазалаудан басталады. Тазалап барып, ішкен өнімнің барлығы 100% жұмыс жасайды ғой. Иә, негізінде тазаланған дұрыс. Щиткамен бірге жасаған ішкен дұрыс, абзал болады деп ойлаймын. Ал енді просто өзін ішіп, тоже жақсы, дәл 0 верім сияқты результат болмаса да, бірақ енді асқазан жұмыс жасауым, жаңағы асқазанда қыжылдап түйдіріп тұратын кетті, оразан кезінде күшті жақсы жеңілдіктер болды деп, біраз клиенттерімнен өзім сондай не алдым. Жақсы, рахмет. Жақсы, сізге де рахмет. Қайырлы кеш, сұрақ қоюға болады ма екен? Айта беріңіз, қайырлы кеш. Псориаздың шаштың арасына шығатын түрі болады, бар екен, мен қайынсіңлімде бар, соны қалай кетіруге болады? Басқа шашының арасына қайызғақ сияқты шығады екен, желкелеріне, самайларына. Сіз біздің тек марафонға қатысушысыз ғой, да? Иә, марафонға қатысушымын. Біздің өзіміздің осы компанияда ол кісі жұмыс жасайды, по-моему. Псориаз, басқа шыққан псориаздан керемет результат алған результат бар. Оны кетіруге болады, 0 веріммен. Қазір 2 қабат еді ғой, болады ғой да ішуге? Жоқ, 2 қабаттарға болмайды. Болмайды ма? Кішкентай срок еді жаңадан. Жоқ, 2 қабаттарға болмайды. Жақсы. Негізі күшті керемет, 7-8 банкіден кейін ба, ұмытпасам, қазір эфир біткеннен кейін марафон чатына жіберемін. Именно бастағы псориаздың қандай нәтиже, қандай результат алған. Көріп алыңыз тоже. Ол кісіге де көрсетіңіз. Міндетті түрде ұмытпай жібереміз. Марафон чатына жіберіп қоямыз. Рахмет. Сізге де рахмет, сұрақ қойғаныңызға. Сосын тағы бір сұрақ қояйыншы, бана слиминг жөнінде. Мен өзім 2 баладан кесарево болдым да, ішім қалып қойып еді. Соған көмектесе ме? 2 рет кесарево болған. 2 рет кесарево. Сіз пицца жасап жатырсыз ба, 0 веріммен? Жоқ, мен әлі бастаған жоқпын. Алла болса енді бастайын ба деп отырмын. Ақша, зарплата түсіп жатыр, ақшаның ыңғайы шығып жатыр. Иә, бастаңыз. Обязательно міндетті түрде ол кесареводағы жаңағы денеңіздегі майлар емес, жалпы өзіңізге, денсаулығыңызға мықты әсерін береді. Бұл өнімдер бала көтеруге әсер болады екен? Ағзаға зияндық, ешқандай ағзаға келтіретін ақау ешқандай болмайды. Бұл тек шөптерден жасалынған өнім, керемет жұмыс жасайды. Өнімді өзінің айтылған нұсқаулығымен бойынша ішетін болсаңыз, жаңағы диетасын сақтай, именно осы өнімді ішіп жатқан кездегі нұсқаулық бойынша тәттіні жемей, газированный суды ішпей, ағарғанды ішпесеңіз, нұсқаулықты 50%, өзіңізден 50% өнімнен міндетті түрде нәтижесін алатын боласыз. Өнім керемет жұмыс жасайды. Бұл өнімнің бір кереметтілігі, өзіңіздің жаңағы клиенттеріме де айтамын, өзіңіз осы өнімді іше бастаған кезде, 0 верімді де іше бастаған кезде таза. Бірінші токсиндеріңіз шығады, бойыңыздағы жиналған токсиндер, шлактар шыға бастайды. Бірінші күннен бастап бұл жұмыс жасайды ғой. Сол кезде 1-2-3 күннен кейін уже сіздің еңсеңіз көтеріле бастайды. Өзіңіздің
табиғи энергияңыз көтеріле бастайды. Жалпы қазір бәріміз шаршап, басымыз салбырап, ұйқымыз келіп, мысалы көктемдершіліге жата қалғымыз келеді, қойшы сосын шамалы жата тұрайыншы, бүйте тұрайыншы, сосын істеймін, арғын істеймін деп жата бересіз, шаршап та өз-өзін адам сүрелеп жүреміз. Бұл өнім сізді жұмысқа деген энергияңызды прямо күшті керемет көтереді. Қайсысы болмасын, өнімнің барлығы керемет сондай энергия көтерілетін бұндай қасиеттері бар. Жалқаулықтан, мынау бойыңызда нолвермнің қасиеті бойыңыздағы шлактарды, жаңағы зиянкесті, токсиндерді шығарған кезде бірінші күннен бастап уже денеңізде жеңілдік бола бастайды. Басыңызға кислород бара бастайды. Жалпы нәтижесі керемет. Мен бір сұрақ қояйыншы, Кешар. Осы слимингті ішкен адамдар толықсығандар бар ма екен? Болған адамдар? Иә, толықсыған адам. Міне кеше ғана Әсем ханым спикер болып осында сөз сөйлеп, сол кісінің өзінде айтты ғой, слимин ішіп, өзіме 2 килограмм салмақ қостым дейді. Бар ондай кісілер. Иә, кеше отырдық, бірақ та сағаттан кейін. Жарайды, рахмет. Бұл асқазаныңызды жақсы жұмыс жасайтын несі бар, қасиеті бар. Асқазанның тамақтарды жақсы қорытады. Басқа да сұрақтарың болса, айта беріңіздер. Айнагүл ханым, өз балаларыңыз қалай ішті, қандай нәтиже алды, жаңа айтып жатсыз ғой, соларды көп балалы анасы ғой, соны қалай бердіңіз балаларыңызға? Соны айтып берсеңіздер. Мен балаларыма суббота күні берем, воскресенье аптасына 2 рет, осы күнге дейін, әлгі күнге дейін беріп отырмын. Бірінші кезде балаларым құрттар шығатын кезде мына иісі бар ғой, капсуланың иісін иіскеген ашып қасына келіп таңертең сағат 5-те өзіммен бірге оятамын ғой, сол кезде капсуланың сыртынан құсқысы келетін басында. Жайлап іштері тазарған сайын уже қазіргі неде сондай неғыла бастады. Үйренді. Ал енді екінші қызым көп кекіре береді, тамақ жеп тұрып кекіреді, тамақты өзі арық болса да тамақты жей бергісі келеді. Сондай моменттер болған кезде қазіргі таңда осы аптасына 2 рет ішкен өзінде қазір кекіргенін қойды. Үшінші қызымда не болды? Үшінші қызым вообще ет жемейтін. Мүлдем ет жемейтін. Етті алып, істеп тарелкасының астына тығып қоятын. Мен айтам, жемесең жеме, өйтіп істемеші, пожалуйста. Сосын кейін ойлайтынмын, осы нолверім жоқ кезде ғой. Мен осы тамақты дұрыс сәтті істемейтін шығармын осы балаларыма деп. Мен тамағымды ұнатпайтын шығармын деп, өзімен өзім ойланамын, бұларға енді қандай тамақ жасасам, қандай күшті қылып жасасам деп, өзім сөйтіп іштен ойланатым да. Ал енді қазір мына нолверімді ішкеннен кейін, мына үшінші қызым қазір етті де жейтін болды, тамақты да талдамайтын болды. И сразу 1 айдан кейін сразу біз томпиып, өзі сразу салмақ қоса бастады. Алдында апарып болады, салмақ қосты. Қазір етті жейміз, бәрін жақсы жейтін болды. Керемет результаттар балдарымыз. Балдарыма енді аптасына 2 капсула ғана ішкен өзінде результаттары беріліп жатыр. Мен осы тоқтамай, пока каникул болғанға шейін 2 аптада осылай 2 рет беруге өзім солай шештім. Ал енді каникулдан кейін жақсылап тоже чистка жасаймын. Біріншіден жаңағы күшті керемет, тағы айта кететін, балдарыңызды қолдарын жудыртпай, тамақты ішкіздірмесеңіз, ол да үлкен бір күшті нәрсе. Қазір енді оған да үйренді. Қолыңды жу, мен қазір жудым десе де, сабақтан келсе де, прямо жақсылап тұрып жуыңдар қолдарыңды деп, қазір соны үйренді. Қолың жумасаң құрт кіріп кетеді ішіңе деп, я деп, қазір сол әдетті керемет. Далаға шығып келсе болды, жуады.
жолдың басынан тұрды ма, сразу қолдарын жуатын керемет сондай бір әдетке үйренді. Сонымен қатар чипсы деген, кириешки деген дүниені, кола деген нәрселерді, зиянды заттарды қазір оған дейін де балаларымды жаңағы дайындап жүргем. Енді ол зиян зат енді өздері іштерінде құрттарын диагностикадан көргеннен кейін кириешки деген нельзя, чипсы деген дүние нельзя, газированный ішсең мынандай болады деп мінекей көргеннен кейін қазір даже алып бер деп те айтпайды, алайық деп те айтпайды. Сондай даже келген клиенттердің баласын жасап отқан кезде, диагностика жасап отқан кезде балдарына айтамын, чипсы жейсің ба, жеймін дейді. Мінекей көрдің ба, ағзаң ішінде құрттар жүр, мынау чипсиден келеді, мынау кириешкиден келеді деп сөйтіп айтсам, кейін жаңағы ата-аналар айтады, рахмет сізге, сол бір диагностикаға өтіп балдарым чипсы мен кириешкиден алып бермейтін сондай нәтижеге жеттім деп. Балдар енді түсінбейді ғой, білмейді ғой, қызығады, көріп алғысы келеді, жегісі келеді. Қазір менің балдарым ондай затты қарамайтын болды, даже сұрамайтын да болды. Сондай. Бұл өнімнің кереметтілігі тағы айтқым келеді. Балалардың ішінде құрттар көп болған кезде оларға үлкен адамдар сияқты емес, кішкентай балалардың ішкі ағзалар тез тазарынады. Тез эффект, тез жақсы нелер, нәтижелер береді. Мен үш жақта қызыма бере алмай жүрмін, никак. Ішпейді. Қызың жақсы көреді, ашасыз да капсуланы ішіне төгесіз де жайлап беріп жібересіз, болды. Дым қиындысы жоқ. Сол түкіріп сап тұр ғой, дәмін біліп тұрғаннан кейін түкіріп сап. Қалай берсем де баланың ішінде құрты көп болатын болса, даже иісін де біліп қояды, соны да байқадым. Иіс, оказывается, иісінен де сол құрт әсер еткен да. Енді амал жасап, жаңағы тәтті жақсы көреді, жақсы ішетін, мысалы, айран болсын, кеше қалай сұйық заттар болатын болса, соған қосып бермесеңіз. Вот су ішпейді, вот соның жаман жері, вообще суға үйрете алмадым. Компот ішеді, соған қосып бере беру бола ма? Иә, компотқа қосып беріңіз, кішкене салыңыз да, бір іше беріңіз деді. Компотпен қосып солай беріңіз. Бірақ енді ішкен кезде баланың ішінде құрттар көп болатын болса, шлактар көп болатын болса, бала қиналуы мүмкін. Одан дымда қорықпаңыз. Іші бүріп қалуы мүмкін, құсуы мүмкін, іштері ауруы мүмкін, жатып қалуы мүмкін, ұйықтап қалуы да мүмкін. Бәрі мүмкін. Сондықтан ондай жағдай болған кезде қорықпаңыз. Это нормально. Қабылдаңыз. Зато балаңыз тазарып жатыр. Құсы келсе құсуға әрекет жасаңыз. Жаңағы ұйықтап қалып жатырса, бірінші кездер мен қыздарым жаңағы тоқтамай бердім ғой бір курсты, сол кезде ұйықтап қалды. Тарс, бірінен соң бірі ұйықтап жатыр. Бұл не болды деймін, бірінші күн түсінген жоқпын, екінші күн тоже так же. Әлсіретті ұйықтап қалады. Бұл не болды десем, сондай, оказывается, тоже ол да бір жаңағы іші ауырғанның сияқты, ол да бір несі. Нәтижесі да эффект. Жұмыс жасау, өнімнің жұмыс жасау несі. Ол да мүмкін. Бала ұйықта қала ма? Онша мен күйеуім ұрсушы еді, сен немене бердің мына балаға? Түгетпейді ғой, бала ұйықтап. Жоқ, нормально. Зато ұйықтап тұрғаннан кейін, қысқаннан кейін, іші ауырып бір тұрғаннан кейін, балаңыздың түрінен уже сразу көресіз, өзгеріс бола бастайды. Уже сізден тамақты сұрап ішетін болады. Балдарда сол айтып жатырмын ғой, резко сразу бірден эффект береді. Олар тез тазарынады, и оларда тез нәтиже болады. А ол нәтижесін сіз өз көзіңізбен көре алатын боласыз. Балаңыздың настроениесі көтеріле бастайды. Бұрынғыдан да басқаша активность бола бастайды. Айттым ғой, үлкен адамдар энергия көтерілетін болса, енді балдарда активность. Қатты ауруы мүмкін балаңыз. Оған да шошымаңыз. Это нормально. Нормально. Зато өтіп құсып, сондай мазасы кетіп жатырса да, қуаныңыз, что өнім жұмыс жасап жатыр, ішіндегі ағзасы тазарынып отқанына. Сосын ол өрімдетскийді бөліп беруге бола ма, екіге бөліп беру капсуласын? Болады. Салмағы қанша балаңыздың? 34, 11-де. 11-де? Иә. 5-ші класс оқиды.
30 килограммнан уже 30 килограммнан асқаннан бастап уже біз үлкендердің несін береміз ғой. Ой, қызым арық менің. Детскийде бірінші. Потому что аллергиясы бар. Міне сезон басталды ғой майдың аяғында. Страшно түш көреді. Кей кезде шөпке ана сары гүлдер өсіп жатыр ғой қазір. Бағана 34 килограмм болса, оны екіге бөлмей ақ қойыңыз. Лучше бір түн жөндетуге сол больницаға барғам, сол жанында сары бақ шөптің жанынан өткенбіз. Уже түшкіріп жатыр. Бақ қой қазір гүлдер. Екі бөлмеңіз оны, лучше сразу бір капсула бере беріңіз, это нормально болады. Зато аллергиядан тезірек құтыласыздар. Қазір аллергиясы өршіп тұрып бере беруге болады ғой, е? Конечно, беру керек. Наоборот, қазір өрсіп тұрған кезде ол кісі ішіп, тез тазарынуға әрекет болады. Беріңіз. Балаңыз аллергия болып қиналғанша, лучше балаңызды бір қинап, ішіндегі құрттарын бәрін шығарып тастаған дұрыс болады. Қорқудың құсып, мазасы қашып, әлсізденіп, тамаққа тәбет тартпай, бір жатып қалуы да мүмкін да, сондай моменттер болуы да мүмкін. Өзім балаларымнан өткен айтып жатырмын да. Это нормально. Айтып қойғаныңыз дұрыс болды. Әйтпесе мен негізі албат дәрі бергенге қорқамын, күйеуім де маған ұқсайды, албат берме дәрі деп. Сіз айтып қойғаныңыз дұрыс болды. Енді 15 килограмм болса бір детский жарай ма сонда, или бөліп беру керек па? 15 килограмм ма? Қандай диагноз бар балаңызда? Жаңа жастағы қызым ғой, сөйлеспейтін. Оның көзін тексердім, дұрыс отырған жоқ, диагностика жасағанда құрттар бар, толып тұрды ішінде деген құрттар. Әлі 3 жаста өзі құрттар бар да ода. Енді соны беріп бастайын десем, істеді ғой. Бір капсула бере алсаңыз, беріп көріңіз. Болмаса, жаңағыдай 2-ге бөліп көріңіз. Бірақ жаңағыдай құрттар көп болатын болса, баланы ішіне шығатын кезде баланың бірақ мазасын алуы мүмкін. Это нормально. Шошымаңыз, қорықпаңыз, тоже сізге де айтқым келеді. Жақсы, рахмет. Главное, біздер ғой, аналары балалардың жағдайларына паниковать етіп, біз наоборот өршіп жүреміз. Когда біз анасы баласын алдында өзінің паникасын өзі ұстап, бір Аллаға сен тапсыратын болса, бала да сезеді. Ол кезде барлығы нормально болады деп ойлаймын. Сондықтан қыздар балаларыңызға тез балаларыңызды емдейтін болсаңыздар, бұл жерден уверім жақсы қызмет жасайды и результат жақсы береді. Балалардікі енді өзім балаларымды көріп отырмын, результат жылдам и әрине тез болып жатыр. Уақыт жағынан қалай болады? Например, ол 5-те бегіз алмаймын ғой. Таңертең тұрғанда берсем де болады ғой да? Одан кейін 2 сағат ол балаға тамақ бермей отыра алады ма? Ол только компот ішсе жүре береді. Енді қараңыз, беріңізші, мен 4 жаста қазір осыны әрекет жасап беріңіз. Беріңіз да балаңызға. Одан кейін тамақ жеу уақыты, тамақ жейтін тәбеті барлығы ашыла бастайды. Сол кезде өзінің режимдік нормасына түсіріңіз. Бұл компот ішсе болды деген өзінде де, это тоже ненормально. Дұрыс емес та? Аппетит жоқ, бала жемейді тамақты. Ал енді әрекет жасап, балаңызға таңертең жаңағы беріп, ішкізіп, бір курсты көріңіз. Одан кейін балаңыз өзі тамақты сұрап ішетін болады. И сол уақытта баланың өзінің тамақ жеу режимін жөндеп алыңыз сразу. Менің кеңесім сондай. Айнагүл ханым, тағы бір сұрақ қояйыншы, бана сет ұстамай айырылып қалды да, ана балдарыңызға 0 верім беру жатқан жөнінде айтып аттыңыз ғой. Сол кезде айырылып қалып еді, 0 верімді қалай беру керек балаларға? 9 жасар, 13 жасар балаларға. Соны тыңдай алмай қалдым да. 9 жасар, 13 жасар бала, уже есін білетін бала, таңертең сағат 5-те оятып, ол жаңағы бір капсуланы бересіз. Бергеннен кейін жаңағы суымен ішіп жұтады, тоже 2 сағаттан кейін жылы суын беріп, сосын тамағын беріп, өзіміз қалай ішеміз, дәл солай қылып оларға да солай беріледі. Өнім бірінші кезде ішкен кезде баланың мазасы қашады, жаңа айтып кеттім ғой, бала ұйықтап қалуы мүмкін, ұзақ уақыт ұйықтап қалуы мүмкін, мезгілсіз уақытта ұйықтап қалуы мүмкін, әлсізденуі мүмкін, құсуы мүмкін, іші ауруы мүмкін.
барлығы мүмкін, оған қорықпаңыз. Сол уақыттарда просто демеу жасап, балаңызға жылы судан көбірек беріп, ол уақытша сол 2 сағаттың ішінде болатын жағдайлар. 2 сағаттың ішінде болатын жағдай сол баланы шамалы кішкене қинайды, одан кейінгісі 1-2 күн ішкеннен кейін ол несі қалыпты жағдайға келіп, олай не қылмайтын болады, қинамайтын болады. Ол сол балдарда үлкен кісілердің 0 беріп ішкен сияқты өзіп ана 5 күн ішіп 5 күн демалып сөйтіп ішу керек те. Bir ay içmek gerek mi? Bir ay тоже. 3 ay. Bir ayda 3 упаковка ішу керек па қалай? 3 ай. Егер диагностикада сізде қандай диагноз, қандай қорытындылар болды? Жоқ, диагностика жасатқан жоқпын, сол жасатуым керек еді. Ауылда бізде жоқ, ауданға барғанда жасатып алмасам деп отырмын. Қай жақтансыз? Мен Орал, Батыс Қазақстан. Ауылында тұрамын. Ауылында да қыздар да бар ғой, чатта жазыңыз. Иә, бар. Жаңғаланың өзінде бар. Мұнда Алия деген Батыстан жеңгем бар. Сол арқылы кіріп отырмын ғой марафонға. Ақпараттар алып. Диагностика түсіріп алыңыз. Неге диагностикаға түсіру керек? Өйткені баланың ішіндегі ағзасын көріп алған, өзіңізге де жақсы, балаңызға да трансформация болады. Мінекей мынаны құрту керек, ішінде ішпей жатқан кезде есіне кішкене саласыз, ішінде құрттарды шығару керек деп. Бұл да балаларға жаңа айтып кеттім ғой, сіз естімей қалған шығарсыз. Кириешки ішсең, мінекей мынандай болады, газированный су ішсең, ішінде мынандай құрттар келеді деп мен әдейі айтамын балдар келген кезде. А зато уже мамалары кейін айтады, балам қазір кириешки жаңағы немене деуші еді, чипсы сұрамайтын болды дегендей. Сондай әңгімелер айтады. Сол балада көрген дұрыс. Өткені оған да жақсы болады. Біз даже не только балалар, үлкен кісілер уже өзінің ішіндегісін көріп диагностикаға келген кезде, ойбай, енді бұны қалай құртамын, бұдан қалай құтыламын деп, сразу уже бастарына, миларына трансформация болады ғой. А пока біз қазақпыз ғой, жүре береміз. Менде құрт бар деген ішімде деп. Врач айтқан деп жүре береміз да. Бауырым дұрыс жұмыс жасамайды, бауырымда жировой гепатоз дейміз, болды. Соны ішу керек еді, бүйту керек еді, сөйту керек деп. Біз қазақпыз, солай жүре береміз. Ал жировой гепатоз сіздің бауырыңызда диагностикада қалай болып тұр? Оның ішінде не істеп жатыр? Өтіңіз қалай ағып жатыр? Көзіңізбен көргеннен кейін уже өзіңіздің жан айқайыңыз оянады. Жоқ, мен өзіме қарауым керек. Денсаулық менікі, ешкімдікі емес. Өзіме тек өзім ғана көмектесе алам деп, сондай мақсатпен адам уже ішкен дәрісі де сінімді болады. Жаңағы результатты да ала аласыздар. Жаңағы бәрібір де өзіңізге байланысты алған өнімді, алған ақшаңызды жаңағы немене қолайлы қолданылатын болады. Зря кетпейтін болады. Жақсы, рахмет, айналғаныңыз көп. Сізге де рахмет. Сол өнім керемет жұмыс жасайды, қыздар. Бұл денсаулық бәрі өзімізде Алланы берген денсаулығын әрі қарай аман есен жақсы ауыртпай өмір сүруге біз өзіміз қалуымыз керекпіз. Рахмет, осындай керемет өнімді. Айнагүл ханым, мына марафон нешесі бітетін еді? Марафон 12 майда бітеді. Жақсы, рахмет. Саламаттар ма? 2 жасар балаға 0 верімді қайтып береді? 2 жасар балаңызға 0 верімді капсуласын ашып, суға араластырып берсеңіз болады. Или же спрейшпен неғып берсеңіз болады. Дозасы да, мысалы, біреуін бүттін беру керек па, жарты қылып беру керек па? Кішкентай да балам өспей жатыр, ойлап жатырмын, сол ішіне құрт бар ма? Кішкентай болса 2 бөліп беріңіз. Жарайды. Диагностика көрсетіп бердіңіз балаңызды? Диагностика жоқ, көрсеткен жоқпын ғой, просто. Өзім бір рет ішкем, 0 верімді 10 күн ішкем. Соны марафонға енді қатысып жатырмын да, Түркістаннан. Біз жақта 9 майда Динара ханым Түркістанға барады диагностикамен. Диагностикаға түсіріп алыңыз балаңызды үшін, бәрін көріп алыңыз. Жарайды, рахмет.
міндетті түрде енді кішкентай балаларыңыз бар болғандықтан енді диагностикаға түсіп көрсетіп алған дұрыс болады да. Зато өздеріңіз де білесіздер балаңыздың ішінде не болып жатқанын. Иә, мен балдардың бәрінде құрт бар негізі. Соны бірақ кетіре алмай жатырмын ғой. Жылда лечение аламыз. Кетпей жатыр. Жылда Өзімде лечение де алып жүрдіңіз бе осыған дейін? Мен алдында басқа үлкен балдарыма жасағам лечение да, андай альбендазол сондайлар беріп ше. Кейіннен не бердім, андай сибирскийдан пригелім іштік. 4 балама бердім ол кезде. Енді мына 2 кішкентайыма әлі ерте деді да. Бұларға әлі берген жоқпын. Сол бірақ полный семейный алым. Өздеріңіз ішіп жатқаннан кейін бүкіл семьямен бірге бірдей тазаланған жақсы да? Барлықтарыңыз бірге. Отбасымен тазаланған. Ол да ішкісі келіп отыр, иә, сол Құдай қаласа аламыз деп отыр. Өзімде де аллергия болып кеткен ғой. Біздің компанияда промоушен болып жатыр 9 майға дейін. Осындай үлкен пакет алғандар 3 өнім қосылып беріледі. Соны жаңағы пайдасымен алып бүкіл семьямен ішетін болғаннан кейін солай үлкен пакет алып ішкен сізге қолайлы болады балдарыңызға. Иә. Я ойластырып көреміз де. Чем басқа ананы мынаны ішіп, ол басқа жеріне зиян келтіргенше, бауырына, басқа жағына, лучше вот мінеке проверенный, уже 1 жылдан 2 жылға бара жатырмыз да, уже қаншама адамдар нәтиже алған, қаншама адамдар қандай қиын ауруларынан емделіп, керемет нәтижелі болып жатқан кісілер бар да. Уже проверенный десек, осындай керемет өнімді қолданғаның дұрыс деп ойлаймын, чем басқа ананы алғанша. Лучше сразу қымбатын өнімді алып ішкен дұрыс. Иә, соны кеш білдік қой, енді осыдан ішеміз деп отыр, Құдай қаласа. 0,1 бүкіл отбасыңызбен бірге ішетін болсаңыздар, ол керемет бір жағынан 1 жылдық сіздердің нелеріңіз болады. Иә, Құдай қаласа, иә, соны. Иә, сөйтіп неғым келіп отыр, өзім ниеттеніп отырмын саған. 1-2 күнде сол алып қалуымыз да мүмкін, иә. Иә, 9 майға дейін үлгіріңіз, промоушеннан қалмай керемет. Қазір жасап жатыр, соны алыңыз. Солай дұрыс болады. 45 мың теңге қайтадан өзіңізге қайтып келеді, ол өнім болып келеді, өнім болып келгенмен ол сіз бала шағаңызбен, отбасыңызбен бірге ішесіз ғой. Иә. Рахмет. Сізге де рахмет. Сұрақтарыңыз болса, Аслан мырза, 1 сағат уақытымыз өтті. Жасауды ұмытпаңыздар. Селфи. Скриншот. Скриншот жасаңыздар. Рахмет. Қайырлы кеш болсын. Барлықтарыңызға рахмет айтамын. Мені қолдап, мені тыңдағандарыңыз үшін. Айнагүл ханым, рахмет. Өте күшті зұм болды. Отчетты Гүлназ ханымға бүгін жібересіздер. Ана группадағы жан адамға. Кімге? Гүлназ ханым қабылдайды. Отчеттарыңызды Гүлназға жібересіздер, маған жібересіздер. Кеш жарық. Оны группаға номерін жазды. Жазып қойдым, Гүлназ ханым, қабыл алдық. Скрин жасап алыңыздар. Онда Гүлназ ханымға жібереміз. Барлықтарыңызға ішіп жатқан өнімдеріңіз сіңімді болсын, нәтижелі болсын. Рахмет, Айнагүл ханым, рахмет. Рахмет, Айнагүл ханым. Рахмет. Қайырлы түн болсын.